Олжас Сүлейменов көрікті мемлекет әрі қоғам қайраткері, әрі дипломат, әрі саясаткер, әлемдік тұлға. Ұлттардың дәнекей белгілі ақын 1983-1991 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы, Қазақ КСР жоғары кеңесінің 20-21 шақыртындыларының депутаты және де КСРО халық депутаты болған. 1990 жылы Семей-Невада қозғалысын құрып, Семей полигонының жабылуына зор үлесін қосты. Қазақтың елім деген өкілдерінің бірі Олжас 1995 жылы Италияда, 1996 жылы Грекия Республикасында және Мальта Республикасында өкілетті және төтенше елшісі атанды. Алғашқы өлеңдер жинақтары Арғымақтар 1961 жылы жарық көрді. Осы жылы шыққан Адамдарға табын жер енді атты поэмасы Олжас Сүлейменов есімін әлемге паш етті. Бүгінгі 80 жылдық торқалы тойыңмен шын жүрегімнен құттықтап, зор денсаулық, елге істейтін қызметің әлі алда, сол үшін Құдай саған денсаулық берсін. Осының барлығын ескере отырып, мен ең жоғарғы Қазақстанның белгісі, ең жоғарғы марапаты, еңбек ері алтын жұлдызын тапсырайын деп отырмын. Бүгін жарияланды. Бүгінгі күні той кезінде көкірегің жарқырап жүрсін деп, соны тапсыруға рұқсат етті. Халқымыз, еліміз аман болсын деп жазғамыз бәрін. Бүгін де солны айтам, елдің болашағы жарық болсын, жарқын. Еліміз, тіліміз де мәңгі болсын, елбасымыз да аман болсын. Тәуелсіздік тарту ол тәңірдің, тәуелсіздік маңдайдағы бағым бол. Тәуелсіздік сыбағасы халқымның, тәуелсіздік таймай тұғын тағым бол.